түсіндірмелеп айтып кететін болатын болсақ, қандай да бір Аллахтың пендесіне Аллах Тағала осы бір нәресте сыйлаған болатын болса, сәби ұл бала болар, қыз бала болар, соған берген кезінде Аллахқа бір шүкірлігін білдіріп сойылған малға берілген атау екен. Яғни мұсылманшылықта дүниеге келген балаға деген сондай бір қуаныш. Және мұсылманшылықтағы бір қуаныштар көбінесе дастархандар, тіпті мұсылманшылықтағы жаңағыдай тіпті той десек те, мұсылманшылықтағы жаңағыдай мейрамдар десек те, айттар десек те, көбісінде Аллахқа шүкірліктен басталады, Аллахқа шүкірліктен аяқталып өтеді екен. Ал енді бұл шүкірліктің пайдасы өте көп. Шүкірлік деген ол жай ғана нәрсе емес, ол негізі құлшылық болып табылады. Тіпті кейбір ғалымдар дінді екіге бөледі. Діннің жартысы сабырлық, жартысы шүкірлік деп түсіндіреді екен да. Мұны сол бір жартысын көрсетіп отырмыз, Аллахтың берген сыйына бір шүкірлік. Сол осындай бір жаңағы ағайын туысқандарменен жаңағы ұл өз жағынан болар, қыз өз жағынан болар, осы нәрестен келгеннен қуанып, Аллаға шүкірлігін білдіреді екен. Ал шүкірлік бұл құлшылық, сонымен қатар өзімен бірге көптеген ізгіліктерді ала келеді екен. Алла Құранда айтады: "Уәләин шәкәртум ләәзиданнакум". Егер шүкірліктеріңді көрсететін болсаңдар, мен берген нәрсемді арттырамын дейді. Сондықтан осы дүниеге келіп отқан осы нәресте, жаңағыда қарындасымыз келіп отқан, Алла Тағала оның айтқанда нәсібесін одан сайын арттырсын. Әке-шешелерінің бір берекелі болуын нәсіп етсін. Амин. Құран аяттарына келгенде, осы сәбилерге келген кезде мынандай нәрселерді көреміз да. Бушра деп келеді, сүйіншілеу деген, мубашширу, сүйіншілейміз, қуантамыз деген аяттар жегеледі. Мысалға, Закария пайғамбарды білесіздер, ол кісі енді жасы сонау егде тартты, үлкен жасқа жетті, әйелі болды, бала көрмеді. Сонда да айтып қартайған шағында баланы жақсы көрді, баланы сұрады. Кейін Аллах Тағала оны сүйіншілеуге деп айтты, баласы болатын кезде, әй, сенің дұғаң қабыл болды, балаң болатын болды деп айтқан жоқ. Не деп келді? Я Закария, яғни періштелер айтты: "Ей Закария, нубашширука биғулам", сені бір баламен сүйіншілейміз деп кәдімгі қуанышты хабар алып келген болатын. Сонда бұл исламда бала мәселесі өте қатты айтылады. Енді осы жаңағы осы нәрестеге байланысты, балаға байланысты түсіндірмелерінде толықтырып кететін алдында, мына соңғы кезде өздеріңізді көріп біліп жатқан шақстар, кейбір мұсылмандар айтып жатыр ғой, тіпті соны көргеннен кейін ұйықтай алмай қалдық дейді. Табан астында, енді бұрында болып жатқан шақ, бірақ соңғы кезде жолдың бойында дәретханаға тасталып кеткен нәресте баланы білесіздер. Мен оны бір семей асырап алыпты. Яки болмаса Шымкент қаласында 10 кластың қыз баласының дүниеге келтірген баласын көліктен жолға лақтырып кеткен, ол жайында қазір қанша айтқанда қатты бір дүрбелең болады. Ішінен қарасақ, осы жерде біреулер Құдайдың берген сыйлығын айтқанда боққа тастап жатыр. Құдайдың берген сыйлығы. Бұл деген адам баласының қаншалықты азғандығын көрсетеді, қаншалықты тозғандығын көрсетеді. Ал енді ислам дінінің көптеген тұстары бар, жақ тұстары. Оны айтып жеткізе алмайсың. Бірақ ислам дініндегі мұсылмандарға осы дүниеге келген нәресте бала жайында не айтып, соны біз білеміз, бірақ және есімізге салып кетейікші. Өйткені біз көріп жатырмыз, әлемде қолынан келгенше, пайғамбарымыз айтып кеткен ғой, ақыр заман жақындағанда ақ нәрсе қара болады, қара нәрсе ақ болады, жақсы жаман болады, шыншыл өтірікші болады, бәрі тескері болады. Мұсылмандарды қолынан келгенше жауыз, оңбағын көрсетеді, бірақ міне біз мұсылман дегенбіз. Отырмыз, дастархан жайдық, шүкірлік қылдық. Біреулер баласын айтқанда жолға тастап өлтіріп қойып жатқан болатын болса, дүниеге келген нәрестені алма жақта Аллахқа шүкірлік етіп, мал сойылып, одан садақасы беріліп, қанша бір ізгіліктер жасалған, көзбен көріп отырмыз. Енді қарасаңыздар, ислам діні өте бір ғажап. Алла Тағала көп нәрсені айтып кеткен. Мысалға, сен әлі үйленген жоқсың. Қыз әйел кісіні іздеп жүрсің, үйленемін. Онда сол кезден ғалымдар айтады, негізі баланың тәрбиесі балаға деген қамқор басылады дейді. Пайғамбарымыз айтқан сияқты, әйел кісіге 4 нәрсе үшін үйленеді дейді. Соның ең бірінші діндарлығы дейді. Өйткені діндар әйел Құдайдан қорқады, ана баланы жақсылап бағады. Балалардың жолға түсуі болмаса боққа түсуі осы Құдайдан қорықпағандықтан да негізі. Бірінші сол дүниеге келтіретін ананы іздеген кезде баланың тәрбиесі басылады екен да.
келген кезде ол бір сондай жылы құрсақта болсын, жылы қабақта болсын деген мақсатпен. Одан кейін әлі бала ананың жатырына өткен жоқ, әкенің белінде тұр. Сол кезде шариғатпен деп айтады, пайғамбарымыз айтқан, егер қайсы бір ер кісі әйел кісімен некесін қиса, екеуінің арасындағы қарым-қатынас адал болса, енді төсекте әйеліне жақындағысы келетін болса, онда мына бір дұғаны айтсын деп пайғамбар үйреткен да. Аллахумма джаннибна шайтана ва джанниби шайтана ма разақтана. Я Алла, бізді, яғни еркек айтып отыр, мені және осы неке қиған әйелімді шайтаннан сақта, және екеумізге нәсіп ететін баланы шайтаннан сақта деп, әлі дүниеге келмеген баланы шайтаннан қорға деп жатырмыз да. Ал дүниеге келген балалар адамнан, шайтаннан көрген нәрсесін көріп жатыр да. Мұсылманшылық сен уже әйеліңе жаңа бойына сенің беліңдегі ұрың өтпей жатып, Құдайдан, Алла, егер бала білетін болатын болса, оны шайтанның зиянынан сақташы, бәлекеттен сақташы деп, әлі ананың ойын етпеген баланың өзін Құдайдан сұрап жатсың да. Сол кезде сенің балажандығың, балаға деген мейірімділігің, мұсылманшылығың сол сөзіңнен де көріне бастайды екен. Ал енді бала бойға бітті, ананың бойына. Ол өзінше құрмет. Өзінше құрмет болып табылады екен. Шариғатта бойға біткен баланы, ол жаңағындай аяғы ауыр болған әйел кісілерге деген құрметтің соншалықты үлкен болған соншалықты, егер дейді кәпірлер мұсылмандарға шабуыл жасап екі арада соғыс болып кететін болса дейді, пайғамбар әскерлерді жинағанда жиі айтатын сөзі, әйел кісілерге тиіспеңдер, балаларға тиіспеңдер дейді. Оларға қылыштарын былғанбасын дейді. Оларға қылыштарын былғанбасын дейді. Тіпті мұсылманды қыран жойын деп отырғандардың балалары мен әйелдері құрметпен қаралады екен. Ал енді дүниеге бала келді. Тілі жоқ, кішкентай жүре алмайды, өзі тұра алмайды, әлі сөйлей алмайды, шөлдесе шөлдеуді айтамайды, тек жылайды, қарнашты айтамайды, тек қана жылайды, бар нәрсесін жылап қана білдіре алатын. Кішкентай сондай бір нәресте, ол кішетіп қойса да, үлкен дәретін сындырып қойса да, оның бәрін тазалау үшін өзі шамасы келмейді. Оған бір мейірімді адамдардың қолы керек болып тұр. Сол келген кезде Аллах Тағала не деп айтты? Құран аятында وَالْوَالِدَةُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Аналар балаларын кәміл еміземдесе 2 жыл емізсін деді. Тілі жоқ баланың хақысын Аллах Тағала айтып берді. 2 жыл емізсін деді. Үлкен бір нығмет. Ол бала сенің жүрегінің астында өсті, және жүрегінің қасында енді. Ол үлкен бір нәрсе, үлкен нығмет. Сондықтан әлі дүниеге келген тілі шықпаған баланың хақысын Алла айтып беріп жатыр да, бала үшін айтып беріп жатыр. Міне осылай деп. Ал енді шынымен ол дүниеге келгеннен кейін оның тәрбиесі қалай болады? Шариғатта айтылған, егер дейді дүниеге ұл мен қыз келетін болса, әке мен шешеге оны бағу, киіндіру, тамақтандыру парыз дейді. Егер кенеттен әкесі мен шешесі қайтыс болып келетін болса, жетім болып қалса, о бала, онда туысқандарға міндеттеледі екен. Мұсылманшылықта тастанды деген сөз жоқ. Тастауға болмайды. Жетім деген сөз бар, бірақ тастанды деген мұсылман қоғамында болған емес. Әке мен шеше болмай қалса, онда оны туған сол жаңағы қыз жақтан болар, ұл жақтан болар, жақындары соны өз анасындай қылып тәрбиелеу керек. Және оны біреуге бағуға беретін кезде, бірінші оның малы, дүниесі, жағдайы қаралмайды. Олардың мейірімділігі қатты өлшенеді екен да. Біз білеміз, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жетім қалды. Жетім қалған кезде оның атасы енді Абдул-Муталиб асырады. Абдул-Муталиб өзі қайтыс болардың алдында пайғамбарымыз жетім болып жатқан кезде балалар көп, бір баласы дайректі, бұл айтқанда Абу Лахаб деген сияқты, ақшасы жетеді, дүниесі жетеді, бір баласы жауынгер, Хамза деген сияқты. Бір баласы болды кедейлеу, Абу Талиб деген. Бірақ ол мейірімдеді да. Сонда пайғамбар Мұхаммед бала кезінде қалған кезде атасы не деп айтты? Ей Абу Лахаб, мынау сен ағаңның баласын саған берсем болатын еді. Бағып қағуға сенің дүниең жетеді. Бірақ балаға мейірім керек деді да. Машалла. Ей Абу Талиб, сенің бала шағаңда көп, дүниең аз, бірақ сенің жүрегіңде мейірім бар деді да. Сонда осы бала саған қалған дұрыс деп соған тапсырды. Бірінші орында тұрған мейірім болып табылады да. Қатыгездік онсыз да жетеді. Мейірімділікті үйренетін заман мына заман. Хадистер өте көп келеді.
İnnama yerhamullah min ibadihi er-ruhama. Allah'ın meyirimi kay kullarga түсет дейді. Meyirімді kullarga Allah'ın meyiri көп түсет дейді. Қатыгездігің үшін емес, дөрекілігің үшін емес, сенің мейірімділігің үшін өте көп түсет екен. Енді пайғамбарымыз өмірінен қарайықшы. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бір күні сахабалармен отырған кезде бір сахабаның баласы бар еді. Келіпті, кішкентай баласы келіпті, жаңағы сахабаның алдына келіп ойнай бастады. Жаңағы сахаба баласын еркелетіп алып, 10 санына отырғыз дейді алдына. 10 сан отырғыз қойды. Сөйтіп әңгіме жалғасып жатыр. Бір уақытта екінші қыз баласы келіп қапты да, кішкентай. Келіпті да, сөйтсе оны да жаңағы сахаба алып, ол неді хадисте келеді. Екеуі де басын сипап, маңдайынан сүйіп, екінші жаңағы қыз баланы жерге отырғызып қойды. Пайғамбар олармен әңгімелесіп отырған сахаба. Пайғамбар сөзін тоқтатты да айтты: "Халла ала тахзикал ухра". Біреусі сенің алдында отыр, біреусі неге жерге отырғызды? Екінші саның отырғызбайсың ба деп айтты дейді. Қараң, бір бейғам нәрсеге мән бермей қалатын нәрсе. Пайғамбар соны байқап отыр. Ана пайғамбар сөз айтқан екен, екінші баласын алып та екінші санын отырғызып еді. Пайғамбар айтты: "Әл-ана адалтаго", қазір әділетті жасадың деді. Машалла. Ислам сол